Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше тағамдардың бірі шақпалау тағамын әзірлейміз. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Өте дәмді әрі ерекше болып шығатын тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен шақпалаудың қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқаның сарысы, ерітілген сары май, тұз, қант, ашытқы, жылы сүт және де ұн қажет. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа сүтімізді құйып, оған ашытқымызды саламыз. Сәл араластырып, тұз бен қантымызды қосамыз. Шамалы араластырамыз. Жұмыртқаның сарысын қосамыз, алдымен біреуін, содан соң екіншісін. Жақсылап араластырып, содан соң ерітілген сары майымызды қосамыз. Ең соңынан ұнымызды қосып, қамырелейміз. Барлық заттар, яғни ингредиенттер описание бөлігінде толығымен көрсетіледі. Қамырымызды жақсылап илеп, бір ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен жауып, бір немесе жарты сағат көлемінде қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілем дегенше палауымызды әзірлейміз. Майымызды қыздырып, оған пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне шым-шым тұз саламыз. Сәл қызара бастағанда оған етімізді саламыз. Араластыра отырып, жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Содан соң ұсақтап туралған сарымсақ саламыз. Шамалы зира қосамыз. Жақсылап араластырып, оған сәбізімізді қосамыз. Сәбізімізді 1-2 минут қуырып, оған томатная паста қосамыз. Сәбізіміз жұмсарғанша қуыратын боламыз. Яғни ортасына бөліп көреміз, оңай бөлінсе жұмсарғаны. Үстіне суымызды құямыз, отты бәсеңдетіп, етімізді 1 сағат көлемінде бұқтырамыз. Яғни су тартылғанша. Күрішімізді жақсылап жуып аламыз, суда 10 минутқа қойып қоямыз. Содан соң етіміздің үстіне салып шығамыз. Үстін тегістеп аламыз. Содан соң суымызды құямыз. Суымыз күріштен жарты сантиметр асып тұру қажет. Астын баяу отқа қойып, қақпағын жауып, суы тартылғанша пісіріп аламыз. Қамырымызды алып екіге бөлеміз. Бір бөлігін үлкен қылып, бір бөлігін кішкентай етіп.
бөліп аламыз. Алдымен үлкен бөлігін жайып аламыз. Бұл бізде хан палаудың астыңғы бөлігі болады. Жайып алған күлшемізді ыдысымызға саламыз, жиектермен бортик жасаймыз. Содан соң екінші күлшемізді жайып қоямыз. Біздің палауымыздың суы тартылды. Бұл жерде палау әлі піспеген, яғни шала піскен. Осы шала піскен палауымызды күлшеміздің үстіне қарай саламыз. Салып болған соң ортасына бүтін сарымсағымызды салып қоямыз. Содан соң жайып алған күлшеміздің екінші бөлігімен бетін жауып, видеодағыдай бір-біріне қосып шығамыз. Кішкене қамыр алып қалып, бетіне гүл немесе ою-өрнектер жасап, қалдауыңызша әсемдесеңіздер болады. Әрине өз талғамдарыңызға қарай. Жиектерін қосып болған соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған пеште 180-190 градуста 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Шах палауымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Видеоны аса лайкпен қолдап қойыңыздар, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.